Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Осы интернет желісінде, көбінесе осы Инстаграм және де ТикТок желісінде прямойда отырып, және биномада сауда жасап, елді алдап отыратын мошенниктер көбейіп кетті. Мына депозиттерінде мысалы, мына қазір менде доллар болып тұр. Мысалы, депозиттерінде демо счетта бір 5 миллионға ма сондайға дейін айландырып алады. Одан кейін соны нақты счет деп алдап, прямой эфирде сауда жасап отырады. Сосын ақырында өздерінің курстарын сатады, немесе сигналдар сатамыз дегендей сөйтіп халықты алдап отыратындар бар. Ондайлар көбейіп кетті, ондай мошенниктер. Жалпы олар қалай жұмыс жасайтынын көрсеткім келіп отыр. Мысалы, менде міне демо счет бар, депозитте 2244 доллар. Енді бұл демо счетты қалай реальный счетқа аударуға болады? Мына жерде оң жақ батырманы басып, мына жерде просмотреть код деген бар. Осыған кіргеннен кейін мына төменгі жақта мысалы осының ішінде мына бір сумманы өзгертуімізге болады. Сумманы емес, бұл жерде біз демо деген сөзді нақты счет деп аударып жіберуімізге болады. Міне мысалға, мына жерде демо деп жазылып тұр. Осы демоны аламыз да. Нақты счет деп өзгертіп жіберсем, мына жерде міне нақты счет деп өзгеріп кетті. Көрдіңіздер ме? Негізгі демо счет. Осылай демо счеттарын нақты счет деп аударып қойып, одан кейін мына жерден алады да саудаларын жасап отыра береді. Мысалы, бір сделка ашайық жоғары қарай. Көрдіңіздер, 244 болған, 200 долларын салып едім, 2044 болып қалды. Қазір мынау уақыты біткен кезде, мысалы, мына жерде мынау өзгереді. Енді олардың ең бастысы қулықтары демо счетты нақты счет деп аударып алып, сауда жасап отырады. Егер страницаны обновлять етіп жіберсе, онда мынау нақты счет деген қайттан демо счет деп өзгеріп кетеді. Сол осыны өзгертіп алып, прямой эфирде отырып, елді алдап отырады. Солардан сақ болыңыздар. Егер депозитте 5 миллион немесе 3 миллион сондай үлкен суммамен сауда жасап, адамдарды қызықтырады негізі. Яғни міне 2244 доллар, қазір 2416 доллар. Өсіп, саудаларын жасап отыра береді. Енді қараңыздар, қазір мен обновитті басатын болсам, мысалы менде нақты счетте қазір ешқандай ақша жоқ, 0 болып тұр. Демо счетте міне 2416 болып тұр. Бірақ мендегі демо қазір нақты деп жазылып тұр. Қазір обновитті басатын болсам, міне осындай нақты счетым менің демо счет болып қайттан өзі ауысып қалады. Яғни өстіп, прямой эфирде халықты алдап отырады. Соларға алданып қалмаңыздар. Негізі жалпы айтайын дегенім, бұл биномада, бинарный опционда жалпы ондай үлкен сумманы табыс жасау мүмкін емес. Оларға көп сене бермеңіздер. Сосын мысалы мен мына бір 200 доллар қалдым, 200 долларды салдым, бірден аштым 200 долларға. Олар көбі қолданып алған. Мысалы 200 доллар салған кезде 200 долларды мысалы 10 сделкаға бөліп тастайды. Яғни 20 доллардан 10 рет сделка ашады да, сосын табыс болған кезде мына бір историяларын көрсетеді. Историяларын көрсеткен кезде мына жерде бәрі плюс болып тұрады. Сондағы барлық плюстары барлығы бір уақытта ғана ашылған. Мысалы 18.56 болса, барлығын уақытын қарайтын болсаңыз 18.56, 18.56-да 01, 02 деген сияқты. Сондағы түбіндегісі бір сигналға, бір анализге 10 сделка аша жібереді. Оны басқалары 10 подряд плюс сделка жасады деп ойлап қалады. Соларға алданып қалмаңыздар. Жалпы өзімнің кеңесім бұл биномада сауда жасаудың қажеті жоқ. Егер трейдингпен айналысқыларыңыз келсе, онда форексқа немесе американский акциялар саудаласаңыздар болады. Биржаға бару керек. Бинарный опционға емес. Бинарный опционды неге сатып алудың қажеті жоқ? Өйткені сіз сделкаға салған суммаңыздан алатын табыс мөлшеріңіз салатын суммаңыздан аз болады. Мысалы 200 доллар салсам,
$372, яғни $200 мен алатын табысым жәнегі $172 таза. Ал сіздің саудаңыздан алатын табыс мөлшеріңіз негізінде сіздің сол мәмілеге, сол сделкаға жұмсаған шығын мөлшерінен әлдеқайда көбірек болу керек. Хотя бы кемінде 3-ке 1 болу керек. 3 есе артық болу керек. Мысалы, вы сделкаға $200 салдыңыздар ма, демек сіз сол сделкадан жоқ дегенде $600 табыс алуыңыз керек, немесе $500 дегендей. Ал бұл жерде жәнегі биномада сіздер салған суммадан аз аласыздар табысты. Ал егер де, мысалы, осы жерде мен қазір жоғары қарай позиция ашсам, бірақ баға асты қарай кетіп қалатын болса, мен онда жәнегі $200-ымнан айырылам. Сондағы сделкадан сіз жоғалтатын сумма мөлшеріңіз әлдеқайда сіздің алатын табысыңыздан көп болады. То есть бұл жерде риск менеджментті сақтау мүмкін емес. Сол себепті биномаға барынша жоламай қойғандарыңыз дұрыс. Жалпы осы айтайын дегенім. Қазір мына сделка жалғасын, сосын. Міне көргендеріңіздей, мысалы, $200 айырылып қалдым. Ал егер де табыс алған кезде мен тек қана $172 ғана алар едім. То есть менің сделкаға жұмсайтын шығын мөлшерім менің алатын табысымнан әлдеқайда көп. Жақсы, осы жәнегіндей прямойда отырып алып, халықты алдап отыратын мошенниктерден сақ болыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.